Көкірек толған қайғы кісінің өзіне де белетпей, бойды шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады. Қазақтар, Құдай, жас баладай қайғысыз қыла көр, деп тілек тілегенін өзім көрдім. Онысы жас баладан гөрі өзі есті кісі болып, ескермес нәрсесі жоқсып, қайғылы кісі болған сығаны. Қайғысы не десең, мақалдарынан танырсың. Түстік өмірің болса, күндік мал жей. Өзің де жоқ болса, әкең де жат. Мал адамның бауыр еті. Малдының беті жарық, малсыздың беті шарық. Ер азығы мен бөрі азығы жолда. Ердің малы елде, еріккенде қолда. Берген перде бұзар, алаған қолын береген. Мал тапқан ердің жазығы жоқ. Байдан үмітсіз, Құдайдан үмітсіз. Қарның ашса қаралы үйге шап. Қайраны жоқ көлден бес. Қайыры жоқ елден бес. Деген осындай сөздері көп, есепсіз толып жатыр. Бұл мақалдарда не шықты? Мағлұм болды. Қазақ тыныштық үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен. Бірақ мал үшін қам жейді екен. Ол малды қалайша табуды білмейді екен. Бар білгені малдыларды алдап, мақтап алмақ екен. Бермесе онымен жауласпақ екен. Егер малды болса, әкесін жаулауды да ұят көрмейді екен. Әтеуір ұрлық, қулық, сұмдық, тіленшілік, соған ұқсаған қылықтың қайсысын болса да қылып мал тапса жазалы демесек керек екен. Бұларының жас баланың ақылынан несі артық? Бірақ жас бала қызыл ошақтан қорқушы еді. Бұлар тозақтан да қорқпайды екен. Жас бала ұялса жерге өне жазаушы еді. Бұлар неден болса да ұялмайды екен. Сол ма артылғаны? Қолымыздағыны елестіріп талатпасақ, біз де өзіндей болмасақ безеді екен. Іздеген еліміз сол ма?